Саламатсыздар ма балалар? Ендеше біздің әдебиеттік оқудан біздің бүгінгі тақырыбымыз бақшада. Ендеше балалар, бақша дегенде ойларыңа не келеді? Кәне ойланыңдаршы. Соны жазамыз. Түсінікті ме балалар? Даңғой, мысалды түсініп оқы. Ендеше мұқият зер салып тыңдаймыз. Көрінбей көзге бір қияр, қалтарыста қалыпты. Көңілінде зор қиял маңайға жар салыпты. Қарамай суық жауынға, қар түскенше мен болам. Қарбыз бенен қауынға қайтсемдағы теңесем. Үстемелеп салмағым, алып болам, нән болам. Топырақтың бар нәрін тататын тек мен болам. Деді байғұс күрсініп, даңғойланды, мақтанды. Жел өкпелі қырсығы барлық сырын ақтарды. Бірақ болмай дегені, жетті уақыт мөлшері, тамырының қорегі таусылды да ол семді. Жарамады жеуге де, адам қолға алмады. Жарамады жемге де, мал маңына бармады. Жарамаса кәдеге, құр жатқаннан не пайда? Өндірмесе дәнеме, мақтанғаннан не пайда? Есентай Ерботин. Ендеше балалар, даңғой деген сөздің мағынасы мақтаншақ екен. Нән үлкен деген мағынаны білдіреді. Естеріңде болсын балалар. Ендеше, осы мысалдың авторы Есентай Ерботин Павлодар облысында туылған. Ақын және оның көптеген шығармалары, кітаптары бар. Өрнек, өнеге деген сияқты тағы басқа кітаптары өте көп. Ендеше сендерге тапсырма. Қияр туралы өз ойыңды жаз. Қияр туралы сен не білесің? Кәне, іске сәт.